Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің отбасым. Сабақтың мақсаты отбасы туралы мәтін оқисың. Кімнің, ненің, кімде, неде, қайда сұрақтарын қолданып сөйлеуді үйренесің. Жаңа сөздер: қыдыруға шығу, дәмді, салқын. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Мәтінді оқы. Менің отбасым үлкен. Менің отбасымда 8 адам бар. Олар атам, әжем, анам, әкем, 2 інім, қарындасым және мен. Бүгін бәріміз қыдыруға шықтық. Мәшинеміз көлік тұрағында қалды. Таңертең бәріміз театрға бардық. Қазір әжем мен анам сауда үйіне кетті. Сауда үйі дәмхананың қасында. Дәмхананың алдында балаларға арналған алаң бар. Алаңның іші кең. Мансұр екеуміз доп ойнап жүрміз. Қарындасым ролик теуіп жүр. Міне, атам отыр. Оның қасында досы бар. Орындықтың қасында ит жатыр. Әкемнің жанында алпамыс отыр. Ол әлі кішкентай, бізбен ойнай алмайды. Қазір бәріміз қонақ үйге барамыз. Қонақ үй де жақын жерде тұр. Әне, анау қонақ үй. Ол сауда үйінің жанында орналасқан. Қонақ үйдің іші салқын. Ал ондағы мейрамхананың тағамдары өте дәмді. Қазір сонда барып тамақ ішеміз. Біз осылай тату-тәтті өмір сүреміз. Сұрақтарға жауап бер. Олжастың отбасында қанша адам бар? Бүгін таңертең Олжастың отбасы қайда барды? Олжастың анасы мен әжесі қайда? Олжастың атасының қасында кім бар? Балалардың әкесі қай жерде отыр? Олжастың ең кіші інісі қайда? Олжастың қарындасында не бар? Олжастың отбасы қайда барып тамақ ішті? Дескриптор мәтінді түсінеді, 1 балл. Сұрақтарға жауап береді, 2 балл. Сұрақтарды аударады, 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Өз отбасыңның суретін салып, ол туралы әңгімеле, видеоға түсіріп жібер. Отбасының суретін салады, 1 балл. Өз отбасы туралы әңгімелейді, 2 балл. Төл дыбыстарды дұрыс айтады, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.